Алдымен ең негізгі ұғым. 149 бұйрықтың 2 тармағының 3 тармақшасына сәйкес, динамикалық байқау пациенттің денсаулық жағдайын жүйелі түрде байқау. Сондай-ақ осы байқау нәтижелері бойынша қажетті медициналық көмек көрсету. Бір қарағанда қарапайым анықтама. Бірақ оның ішіне үлкен мағына сыйған. 3 кілттік сөз бар: жүйелі түрде, бағалау нәтижелері бойынша және қажетті көмек. 3 тармақ. Созылмалы аурулары бар адамдарды динамикалық байқау негізгі мақсат үшін жүзеге асырылады. Бірінші, аурулардың асқынуларын алдын алу. Бұл пациенттің жағдайының нашарлауын болдырмау үшін маңызды. Екінші, аурулардың өшулерінің профилактикасы. Тұрақты бақылау аурудың қайталану қаупін азайтады. Үшінші, медициналық оңалтуды жүргізу. Бұл пациенттің өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Мысал арқылы түсіндірейік. Артериялық гипертонияға И10 коды бар 50 жастағы пациент. Ол динамикалық байқауда болмаса, ертең немесе 1 жылдан кейін инсультке ұшырауы мүмкін И63 коды. Ал динамикалық байқау бар болса, оның қысымы тұрақты бақыланады, дәрі-дәрмек дұрыс түзетіледі, қауіп факторлары азайтылады. Қорытынды, инсульт пайда болмайды немесе кешіктіріледі. Бұл статистика, қаржы, ең бастысы адам өмірі. 4 тармақ. Динамикалық байқауды мысақ мамандары және бейінді мамандар, оның ішінде мультипәндік топ жүзеге асырады. Бұл кешенді команда жұмысы, бір ғана дәрігердің ісі емес.